Hello everyone. Бүгін I like және I don't like ұғымдарын қарастыратын боламыз. Like сөзі әлеуметтік желілерде көп қолданылатын ұнату деген мағынаны білдіреді. Яғни I like маған ұнайды немесе мен ұнатамын. Мысалы, I like an ice cream. Маған балмұздақ ұнайды. I like mountains. Маған таулар ұнайды. Яғни I like сөзінен кейін міндетті түрде зат есім келетінін көруге болады. Енді болымсыз түрі I don't like болады. Яғни мен ұнатпаймын, маған ұнамайды деген мағынаны білдіреді. Мұнда да I don't like-тан кейін зат есім міндетті түрде келеді. Мысалы, I don't like fish. Мен балықты ұнатпаймын. I don't like coffee. Мен кофені ұнатпаймын. Let's practice. Енді мына сөздермен сөйлем құрастырып көрейік. Сөздердің астында ұнатамын немесе ұнатпаймын смайлигі тұр. Бірінші сөз meat, яғни ет. Оған сұрақ қоямыз. Do you like meat? Деп. Yes, I like meat болады. Енді астындағы үлгідегі сұрақтар мен жауаптарға қарап, бос орындарға сөздерді қойып, өзіміз сөйлемдерді құрастырып көреміз. Болымды сөйлемдерде yes, I like деп, болымсыз сөйлемдерде no, I don't like деп қолданатын боламыз. Good job! Енді what do you like деген сұраққа жауап беріңіз. Яғни сіз не ұнатасыз, не ұнатпайсыз жазып шығыңыз. Және де бұл сөйлемдерді күнделікті өмірде қолданамыз.